4 оқиға. Бұл қызбен алғаш кездесуіміз мен үшін жақсы әсер қалдыра қоймады. Орал қаласының түнгі клубтарының біріне бас сұққан едім. Іссапармен келгеме бүгін 3 күн болды. Ертең күн жексенбі. Тыпыршып үйде жата алмадым. Бейтаныс қалада жалғыз өзімді еркін ұстауға тырысып, ең алғаш кездескен түнгі клубқа кіре салғанмын. Енді міне темекі шегетін арнайы орынға шығып, көк түтінді будақтатып тұрмын. Дәл жанымда телефонмен сөйлесіп бір бой жеткен тұрды. Мини юбка, үстіне кигені жеңіл киім сымақ. Қыз үйден киініп шығарда шешінудің барынша жылдам болғанын жоспарлап шыққан болу керек. Биік каблугінен ерке тотай қыз екенін аңғару қиын емес. Қозғалысы мен дауыс ырғағы оның тым тәкаппар екенін аңғартып тұрды. Маған самарқау ғана көз тастады да, жіңішке темекісін ерніне қыстырды. Сөйтті де телефонмен сөйлескен қалпы маған жақындады. Темекі тұтат дегені. Сырт етіп шырпы жағылды. Бұрқ етіп темекі тұтанды. Қыз маған қарамаған күйі теріс айналды. Келесі жолы атасының басы темекі тұтатамын. Ілтипат білдіріп басын бір изесе де болар еді. Ішімнен бұрқ етіп бір боқтадым да ішке ендім. Арада сүт пісірім уақыт өткеннен кейін, қарғыс атқан карма мини юбкамен қайта жолықтым. Көңіл күйі тым жақсы сияқты. Сәті түсіп тілдесіп кеттік. Неге екенін білмеймін, аты есімде қалмапты. Бар білерім арада аз уақыт өткенде қыздар туалетінде аймаласып жатқанымыз. Үстіне ораған жеңіл шүберек оңай шешілді. Ақылыңнан айналайын, ару лифчик кимеген екен. Емшегі аса үлкен емес. Екі сосығы екі жаққа қарап сүйірлене бітке жұмсақ анар. Мұндай анар ләззатқа тез берілетін жылдам балқитын қыздарға тән. Оның үстіне бұлар баяу ырғақты сексті ұнатады. Өзім қақпағын түсіріп унитаздың үстіне жайғасқанмын. Қыз аяғыма атша мініп Камасутраны қайта жазуға құлшына кірісіп жатты. Мойыннан аймалап анарларын аялай сипаудамын. Ақтамағым беріле искеп омырауын сүп, емшегінің қоңырқай ұшын тіліммен жеңіл қытықтап өттім. Қыз беріле ыңырсып саусақтарымен шашымды салалай берді. Қос анарын жеңіл қысып құлағының түбін өбіп өткен сайын сұлу маған үйкеле берді. Қашанда секс құмар қыздар өздерінің дайын екенін даусының ырғағымен жеткізетін әдет емес пе? Мен қолымды юбканың астына жүгірткен сайын ыңырсуы жиілей берді, қызды орнынан сәл көтердім де. Қатайған мүшемді суырдым. Мүшеқап киіп жатқанда менің бір жағына қарай қисая біткен құралымның үлкендігіне риза болғандай бір жымиды да, тілімен еріндерін жалап өтті. Торлана тігілген жеңіл трусиді бір жағына ысырып қызды отырғыздым. Баяу ырғақпен қозғалудамыз. Мен ілгері кейін қозғаған сайын, қыз бөсесін менімен бір ырғақта қозғалта берді. Емшегін кезек сорумен аузым босамады. Құмарлықтың құдіреті ғой, мен бір бітіргенше сұлу ыңқылдап саусағымен клиторын беріле үйкелеп екі рет бітірді. Келесін қызды талтайта тұрғызып, артынан ұрғыладым. Бар күшімді салып ыңқылдатып жатырмын. Туалетке кіріп шығып жүрген кей қыздардың жыртың күлкісімен құмарлара оянып есікке жақындап тыңдап жатқанына қарамадым. Бір қолыммен емшегін қыса ұстап, бір қолыммен клиторды уқалап.